Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде Қара Жәшік және сіздермен бірге Қали Әубәкіров. Ұлттық бірыңғай тестілеу елімізде 2004 жылы алғашқы рет енгізілді. Содан бері халық арасында көптеген түсінбеушіліктер туындап, тіпті оқыс жағдайлар болған еді. Бірі ұбт кезінде қажетті балл жиналмай өзіне қол жұмсаса, енді бірі орынсыз сұрақ кездесіп жатыр деп шағымдануда. Сонымен қатар ұбт нәтижесі сатып алуға болады, не тестілеу кезінде қулық жасап, жақсы тапсыруға мүмкіндік бар деген ызалы пікірлер айтылуда. Сөзсіз, соңғы 2 жылда ұбт тапсыру ережелері мен сұрақтары түбегейлі өзгеріп жатқанын атап өту керек. ұбт-ға шағымданушылар әр ай сайын төмендеуде. Адамдардың пікірі түбегейлі өзгерген байқалады. Дегенмен, ұбт қаншалықты әділетті болады? Аталмыш тақырып аясында осы және басқа да сұрақтарды талқылаймыз. Қазір біз ұлттық тестілеу орталығындамыз. Бұл мекеменің басшысы Дидар Смағұлов эксклюзивті сұхбат беруге келісті. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар, ал кеттік. Саламатсыз ба? Ассалаумалейкум, рұқсат па? Иә, әрине рұқсат. Ассалаумалейкум, Дидар Нұркенова. Уақытыңызды бөліп, өзекті сұрақтарға жауап беруге келіскеніңіз үшін мұнда бір алғыс. Жалпы енді осы қызметте сіз бір жылдың аясында жұмыс істеп жатырсыз. Екінші жыл. Біраз жыл бойы жемқорлыққа қарсы агенттіктің белгілі бір қызметтерінде жұмыс жасадыңыз. Иә. Сонымен қатар биыл жаңылмасам, Білім және ғылым министрі Аймағамбетов мырза биылдан бастап ұбт электронды форматта өтеді деген әңгіме айтылды. Бақ беттерінде біраз мәліметтер жариялады, бірақ дегенмен нақты ақпарат әлі де жоқ. Соған сәйкес сұхбатты құрып, өзекті сұрақтарға жауап берсеңіз, мұнда бір алғыс болады. Сонымен, жалпылама ұбт-ны емтиханды электронды форматқа көшіру, бұл кімнің идеясы? Бұл қандай қажеттілікпен туындаған? Жалпы осы тестілеудің форматын өзгерту Қазақстан Республикасының білім және ғылым дамыту бағдарламасымен қарастырылған. Бұл біз осы шешімді өткен жылда, осы жылда қабылдадық деп айта алмаймын. Бірнеше жыл бұрын, осы 21 жылда осындай жұмыс іске асырылады деп жоспар болды. Және біз осы бағдарламаны қазір іске асырып жатырмыз. Жалпы айтқанда, компьютерлік тестілеу бізге жаңа бір шара емес. 2019 жылдан үлкен жаппай тестілеуді бастадық. 2019 жылда мұғалімдердің тестілеуін, ұлттық біліктілік тестілеу деген бар. Сол мұғалімдерді біз компьютер арқылы тексердік. 2020 жылда магистратураға түсетін кешенді тестілеуді дәл осы форматта ұйымдастырған болатынбыз. Енді 21 жылда тиісті тәжірибеміз бар деп айтуға болады, және біздің негізгі емтиханымызды қағаз түрінен компьютер форматқа өзгертуге дайынбыз деп айтуға болады. Керемет. Бірақ енді бұл цифрландырудың бір себебі ретінде айтуға бола ма? Иә, әрине. Онда ендеше қоғамға, жалпылмайында қарапайым халыққа 42.500 айналасында болған оқиға, бірыңғай жинақтау жинақ қорынан бір бөлігін шешіп алу сияқты оқиғалар еске түседі. Демек, интернет құлап, белгілі бір ақаулар шығып, жүйе дұрыс жұмыс істемегенін өз көзімізбен көрдік. Осы электронды формат осындай себептерге алып келмей ме? Өте орынды сұрақ. Бірақ мен жаңағына айттым, тестілеуді 2019 жылдан бастап біз іске асырып жатырмыз. Және осы 2 жыл, 3 жыл, қазір 3 жыл осы тестілеулердің ешқандай қиыншылықтар жоқ. Осындай қиыншылықтар болмау үшін бізде мысалы интернетпен, кабель арқылы берілетін интернетпен, спутниктің интернеті ол төтенше жағдайда қосылады. Мысалы, егер осындай жағдай болса. Егер бір орталықта, ауданда свет өшірілсе, свет қосқанда, жарық қосқанда, бала қай тестілеуде болғандың, қай сұраққа жауап бергенін сақталады. Өйткені оның әр пернетақтаға басқан пернеге, батырмасына ол жазылады. Арнайы лог бар бізде, сол логтар жазылады міндетті түрде. Сосын свет компьютер қосқанда біз оны көреміз. Мынау бала 25 сұраққа жауап берген, осылай жауап берді. Автомат түрде бала өз сұрақтарын көреді. Және ол ешқайда жойылып қоймайды. Жақсы, керемет. Енді осы орайда сіздердің біраз тәжірибелеріңіз бар екені көрініп тұр. Дегенмен 2004 жылдан бері ұбт жалпы емтихан орнына енгізілгеннен бастап
ата-аналар мен оқушылар тарапынан біраз түсініспеушіліктер болған. Дұрыс емес бір сұрақтар, немесе бір сондай бір келеңсіз жағдайлар өте көп алған еді. Осыған сәйкес бұл да оқушыларға және ата-аналарға енді олар тарапынан бұл жаңашылдық болады. Сол сияқты жаңашылдықтың әсерінен өзара түсініспеушілік болады деп ойламайсыз ба? Болмайды. Өйткені біз жаңа форматта балаларға бірнеше мүмкіндік береміз. Жалпы айтқанда, өткен жылда мысалы грантқа түсем деген балада тек қана бір мүмкіндік болған. Маусым айында тестті бір рет тапсырып, сол нәтижемен грантқа барады. Ал біз грантқа түсетін балаларға екі мүмкіндік береміз. Бірінші рет келіп, жүйемен таныстырып, өзі танысады жүйемен, тапсырады. Егер нәтижесі оған ұнамаса, қайтадан келуге болады, тегін. Дәл солай, дәл сол аудиторияға. Және сол тестілеудің екеуі сертификаты да жағымды. Бала өз еркімен қай сертификатты алады, сол сертификатты грант конкурсына жібереді. Одан басқа наурыз айында балаларға кішкене дайындалып болсын деп, біз ақылы бөлімге түсу үшін УБТ-ны ұйымдастырамыз. Қатысу ақылы болады. Сол сертификат ақылы бөлімге жарамды. Бала өз шешеді, бара ма, бармай ма, одан бөлек екі мүмкіндік болады әр балада. Біз барлығын жоспарладық, балалардың саны санап, өңірлерде тиісті тестілеу орталықтарын аштық деп айтуға болады. Дидар мырза, енді бағана сіз наурызда ақылы УБТ өтетін туралы айттыңыз. Оның жарнасы қанша? Ол біріншіден, екіншіден бұл төленетін ақша қайда жұмсалады, және ол жарнаны есептеу үшін қандай негіз есеп болды? Сол жағынан айтып берсеңіз. Мен жаңағына айтқандай, ақылы бөлімге түсу үшін балалар ақылы УБТ-ны тапсырады. 2019 жылдан бастап бізде 4 УБТ болды. Біреуі грантқа, маусымдағы УБТ, және қаңтар, наурыз, тамыз айлардағы УБТ, ол ақылы бөлімге түсу үшін. Сол балалардан алынатын қаражат осы УБТ-ны ұйымдастыруға жіберіледі. Мысалы, маусымдағы УБТ-ны ұйымдастыру үшін бізге Білім және ғылым министрлігінен тиісті қаражат қарастырылған, ал басқаларына қаражат жоқ. Енді осы жерде де дәл солай. Барлық қаражат осы тестті ұйымдастыруға жұмсалады. Ал грантқа тапсыру үшін екі тегін УБТ-ға Білім және ғылым министрлігінің тарапынан тиісті қаражат бөлінген. Оның жарнасы қазіргі таңда анықталды ма? Наурыз айына тапсыратын УБТ-ның жарнасы қанша? 2242 теңге. Дәл сол көлемінде сол қаражат жеткілікті болады ұйымдастыру үшін. Жақсы. Енді наурызда тапсыратын бір талапкер жақсы балл жинады деп шарт түрде есептейік. Кейін тағы екі мүмкіндігі болады, ақысыз. Бірақ ол мүмкіндіктер не мүлдем жинай алмайды, не өте аз жинайды. Сонда алғашқы наурызда тапсырған УБТ-ның нәтижесін неге грантқа тапсыруға болмайды? Бұл әділетсіздік емес пе? Өйткені ол ақылы УБТ деп оны айтамыз. Ережеде осындай ақылы УБТ деген заңда қарастырылған. Мүмкін келесі жылдарда осындай ақылы УБТ деген сөз болмайды. Тек қана екі мүмкіндік болады. Сол екеуі де ақылы да, грант конкурсына да жарамды болады. Жалпы айтқанда, осы УБТ-да қатысу, ол баланың өз еркімен іске асырылады. Оны ешкім мәжбүрлемейді. Бар міндетті түрде тапсыр жоқ. Бала өзі біледі, бара ма, бармай ма. Негізі екі мүмкіндік та жеткілікті деп ойлаймын. Бірінші рет бала барады, тегін тапсырады, сосын бір айдан кейін тағы да барады, тапсырады. Ешқандай қиыншылық болмайды. Бір айдан кейін деп қалдыңыз. Демек, ішінде ешқандай шектеулік болмайды. Арасында бүгін тапсырып, екінші рет ертең тапсыруға да болады. Бірақ менің өз кеңесім, бірінші рет тапсырып, қандай сұрақтар қиын болды, қандай тақырыптар әлі игерілмеген түсініп, дайындалып, бір-екі айдан кейін қайтадан тапсыруға. Жалпы сәуірде маусымға дейін уақыт жеткілікті, екі рет тапсыруға. Бірінші рет сәуірде, мысалы, екінші рет мамырда, не маусымда. Бірақ екінші тестілеуге барғанда баланың өз көзқарасы болады. Қандай тақырыптар қиын болды, қай тақырыптағы білімдерін қайтадан алу керек. Сол ақпаратпен дайындалып, екінші рет сәл кейін баруын ұсынамын жалпы балаларға. Жақсы. Енді бала өзін тапсыратын күнін анықтаған кезде бүрсі күндері ғана бола ма, бірақ немесе демалыс күндері де бола ма? Өте жақсы сұрақ.
демалыс күндері де болады. Демек сіздер нон-стоп Иә. 7 күн бойы Біз жұмыс түсінеміз, жасайсыз. кейбір ата-аналарға баланы алып келу үшін уақыт керек болады. Өйткені бізде барлық аудандарда орталық ашылу мүмкін емес. Біз тек қана 56 орталықты ашамыз, бірақ оны анықтағанда біз барлығын зерттедік. Осы ауылдардың арасында жол бар ма? Осы ауылда қанша бала бітіреді мектепті? Сондықтан осы факторлерді ескере отырып, біз осы 56 орталықты жоспарлағанбыз. Өкінішке орай кейбір ата-аналарға, кейбір түлектерге тестке басқа ауданға бару тура келеді. Сондықтан біз не шештік? Бала күнің және уақытын өзі таңдайды, немесе таңертең, немесе түстен кейін барады. Және демалыс күндерде істейміз. Өйткені балаларға, ата-аналарға ыңғайлы болады. Сенбі, жексенбі күні келіп тапсыруға. Және ауылдан келген мысалы балалар болса, бүгін тапсырып, сосын келесі мүмкіндікті ертең пайдалануға. Қалада көп болмай, осындай да жағдайлар бар. Кейбір ата-аналардан осындай ұсыныс түсті. Сондықтан біз арасында ешқандай шектеу қоймадық. Жақсы, осыған тағы да әлі тоқталамыз. Енді бала сіздің орталығыңызға келді дейік. Жалпылама ұбт тапсыру үшін қанша уақыт бөледі? 4 сағат. 4 сағат. 4 сағат барлығына бірдей ма, немесе мысалға гуманитарлық бағытта, немесе физика, барлығына бірдей. Осы жылда барлығына бірдей 240 мың. Өткен жылдарда сондай бір өзгершілік болды ма? Өткен жылда өзгершілік болған жоқ. Осы жылда біз физика, химия пәндерін тапсыратын балаларға 240 минут береміз, гуманитарлық пәндерге 225 минут береміз деп ойлағанбыз. Бірақ Білім және ғылым министрлігінен барлықтарына 240 минут, өткені бұл бірінші рет формат енгізілгеніне, сондықтан барлығына сол ең көп уақыт 4 сағат беріледі. Бірақ енді логикалық тұрғыда ойласақ, шарт түрде біреу гуманитарлық бағытта бір қосымша бейінді пән тапсырады. Соған сәйкес дүниежүзі тарихынан бір сұрақ келеді. Шарт түрде Наполеон Бонапарт қай жылдары өмір сүрген? Қасында физика тапсыратын жігіт оған бір Ньютон формуласы бойынша есеп шығар дейді. Ар жағында химия тапсырып отырған бала бар, катод пен анод. Сонда үшеуіне бір сұраққа жауап беру үшін сіздің ойынша бірдей уақыт кете ме? Демек, оны есептеу керек, формуласын еске түсіру керек дегендей қағидалар сіздің ойынша бұл әділетсіз емес пе? Мысалы, дүниежүзілік тарихы бойынша үлкен текстер болады. Сол текст оқу үшін де уақыт керек. Жалпы дүниежүзілік тәжірибе бойынша бір сұраққа 1-2 минут жеткілікті. Біз 1,5 минут береміз бір сұраққа. Гуманитарлық, техникалық бағытқа да жетеді ол. Сонымен бірге біз физика, химия пәндерін тапсыратын балаларға өте үлкен жеңілдік жасадық. Қазір біздің ұбт-да калькулятор ішінде болады, калькуляторды пайдалануға болады. Қарапайым калькулятор немесе инженерлік? Жоқ, қарапайым, ең қарапайым функцияларды іске асыратын калькулятор. Демек, тангенс сияқты деген уже болмай, тек қана қарапайым осындай әрекеттер, арифметикалық әрекеттерін жасау үшін. Жақсы. Енді жалпылама ұбт бойынша сұрақтардың кездесуі жөнінде бір келеңсіз көптеген жағдайлар бұрын болған еді. Болған. Және де фейк ақпарат та болған. Мысалы, қазір әлеуметте мысалы осындай жағдайлар бар. Абылайханның атының тісі қанша болды деген, бірақ ұбт-да, мен қазір ресми түрде айтайын, ешқашан осындай сұрақ болмаған. Сіз нақты сөз бересіз. Демек, онда ешқашан болмаған. Анықтағанда бір жеке орталық, қосымша білім беру орталығы өзінің сынама тестілеуді әзірлеген және желіге шығарған. Ұсыныс ретінде. Кейбір ата-ана алып, мына ұбт-ның сұрақтары деп жазды, сосын оны бақ өкілдері алды және осындай сұрақ туғызды. Сондықтан осындай ешқандай сұрақ болмады. Және бізде әр сұрақ бір өте жоғары тәжірибелі мұғалім әзірлейді бір сұрақты. Бұл сіздің мекемеңіздегі? Біздің мекемеміздің емес, біз жергілікті атқарушы органдарға хат жібереміз. Ең жақсы, ең мықты мұғалімдерді бізге жіберіңіз. Осындай талаптар бар бізде. Жұмыс өкілі болу керек, жетістіктер болу керек, әртүрлі сертификаттар болу керек. Осындай мұғалімдерді бізге жіберіңіз. Олар бізге жібереді. Бір мұғалім оны әзірлейді сұрақты. Содан кейін екі тәуелсіз сарапшы. Бір-біріні білмейді, өздері қарайды. Екі рет сол сараптамадан өтеді. Содан кейін біз өзіміз қараймыз.
қызметкерлеріміз. Демек 3 тексеріс бар. 3 тексеріс болады, иә. Сосын оны енгіземіз. Сондықтан осындай сұрақтың өтуі мүмкін емес. Бірақ біздің тарапымыздан да кемшіліктер болды. Біз оған толық келісеміз. Статистикада қарағанда, мысалы 2018 жылда ОБТ-дан кейін 101 тапсырма қанағаттандырылды. Яғни ОБТ-да 101 сапасы төмен сұрақ болды. 2019 жылда бұл көрсеткіш 58-ге дейін төмендеді. Ал 2020 жылда тек 27 сұрақ қанағаттандырылды және 27 сұрақ сапасыз болды. Сондықтан жылдан жылға біз осы көрсеткішті төмендетуге тырысамыз. Өйткені біздің әзірлеушілерімізге, сарапшыларымызға өте жоғары талаптарды қойдық. Және бізде мысалы өзіміздің қара тізім деп айтамыз. Мысалы қай мұғалімнің сұрақтары көп қанағаттандырылады, сол орталыққа ешқашан шақырылмайды. Немесе ол басқа бір бұзушылық жасаса, өзімен бірге тыйым салынған зат алып келсе, әзірлеу кезінде біз оны сол тізімге жіберіп шарт тоқтатамыз осындай қызметкерлермен. Және тағы да бірнеше ұйымдастырушылық жағынан жаңашылдықтар болды, талаптарды күшейттік. Тағы да бірнеше енді жуырда өзіңізді әлеуметтік желіде жарияладыңыз ғой. Мен оқушылардан түгіл мұғалімдердің өздері тыйым салынған заттарды алып келеді деген. Өкінішке орай сол да бар. Сондықтан бізде осындай шаралар жақсы нәтижеге алып келді деп айтуға болады. 101, 58, 27. Сол өткен жылда 27 сұрақ қана қанағаттандырылды, яғни төмен сапасы сұрақ осындай болған. Осы жылда одан аз болады деп сенеміз. Бірақ жалпы айтқанда компьютерлік форматты енгізгенде операцияға келетін өтініштің саны 10 есе өседі. Неге? Өйткені қағаз түрінде операцияға бергенде сен келесі күні келесің, қандай сұрақ болғаның есінде жоқ. Қанша сұрақ есінде бар, сол сұраққа бересің. Ал компьютерлік форматта тест бітірдің бе, сол бітіргеннен кейін 30 минуттың ішінде кез келген сұраққа операцияға беруге болады. Яғни тек қана 30 минут ішінде ме? Бірақ тек қана 30 минут ішінде, өйткені қазір 5-6 сағат отыруға болады сол 120 сұрақпен. Сондықтан біз айтамыз, 30 минут беріледі. Қандай сұрақтар, мысалы, қандай сұрақ жауаптармен келіспейсіз, соған апелляцияға беруге болады. Жалпы енді апелляцияны тапсырудың себептері қандай? Қандай себеппен апелляцияға оқушы арыз жаза алады? Оқушының ойы бойынша дұрыс жауап болмады, немесе екі дұрыс жауап бар. Жалпы, мысалы, бұл тақырып оқыған кітаптармен қарастырылмаған, ондай да болады. Бірақ мысалы бізде қай кітаптан алынғандығын сайтта жариялағанбыз. Мысалы, осы пән бойынша 3 кітап, сол 3 кітаптан ғана 3 кітапта қарастырылған тақырыптар бойынша. Сол кітаптың негізінде ғана? Сол кітап негізінде ғана. Басқа біз білеміз ғой, қаншама бізде редакциялар бар, баспалар бар, баспана бар. Сондықтан әртүрлі кітаптар болуы мүмкін. Біз тек қана осы шектелген, көрсетілген нақты осы кітаптардан аламыз. Балаларға жарияладық. Сол кітаптар бойынша сұрақ келеді. Және апелляцияның екінші түрі бар, ол техникалық себептерге байланысты. Сіз жаңағыны айттыңыз ғой, сұрадыңыз менен. Мысалы, бала сол сұрақта мысалы бір бөлігі көрінбейді. Басы бар, аяғы жоқ деген әртүрлі сурет көрінбейді, сурет түсініксіз деген жағдайлар болса, бала қолын көтеріп кезекшіні шақырады, кезекші тиісті акт жасайды. Сол акт негізінде біз сосын балаға ұпай қосамыз. Жақсы, бұрында апелляция тапсырған кезде оқушы нақты дәлдейтін, бұл қандай кітапта немесе қайдан алынған жөнінде. Осы ретте енді қалай ол дәлдеу керек па? Әрине негіздеме болу керек. Мысалы, бұл сұрақ өте қиын, бұл сұрақ есімде жоқ деген негіздемені қарамаймыз. Осындай да негіздемелер келеді. Бірақ өз көзқарасын, өз пікірін толық көрсетуге керек. Қай кітаптан алынғанын көрсетсе, одан да жақсы. Бірақ ол міндетті емес. Оқушы қай кітапқа сүйенетін? Әрине міндетті емес, бірақ тиісті негіздеме болу керек. Жай ғана осы сұрақ дұрыс емес деп жазбай, мысалы, осы сұрақ дұрыс емес. Аргументтерге сүйенетіндей бір аргумент болу керек. Осындай сұрақ, осылай болу керек. Мысалы, осы дұрыс жауап емес, өйткені мен жауапты осылай шығардым, осы шығару жолымен осындай жауап шықты деп жазса, біз оны қарастырамыз. Жақсы, енді сұрақтарға қайта оралсақ, бүгінгі таңда мектеп бағдарламасы жаңа бір бағдарламаға көшіп жатқанын барлығымыз енді көріп тұрмыз. Демек, бұрын енді басқа бағдарлама болды. Жаңартылған, иә. Енді ұбт сұрақтары сол жаңартылған бойынша бола ма, немесе ескі бойынша бола ма, немесе аралас бола ма? Әрине біз оны ескердік, ал аралас болады. Осы жылғы балалар
5-9 сынып аралығында ескі бағдарламамен оқыған, ал 10-11 сыныпта жаңартылған білім беру бағдарлама арқылы білім алған. Сондықтан тест әзірлегенде біз оған сүйене отырдық. Жақсы. Былтыр немесе 16 жылдары болған сұрақтар қайталануы мүмкін бе биылғы ОБТ-да? Демек 2018, 2019, 20 жылдарда болған сұрақтар биыл қайталана ма? Мүмкін, бірақ ықтималдығы өте төмен. Неге? Өйткені бізде сол база жылда 30%-ға жаңартылады. Мысалы 2018-де 30%-ға жаңартылды, 19-да 30%-ға жаңартылды, 20 жылда жаңартылды және осы жылда қайтадан 30%-да жаңартылып, сол сұрақтар мүлдем қалмау мүмкін. Бірақ қай сұрақ келетіндігін ешкім айта алмайды. Ол рандом форматында компьютер өзі шешеді. Біз тек қана айтамыз, мысалы 30%, 50% жеңіл сұрақ, 20%, 30% орташа және 20% қиын сұрақ болу керек. Матрицаны жасаймыз, сол матрица бойынша компьютер өзі шешеді. Және балада қай вариант болады, ешкім айта алмайды. Мысалы, қазір көп алаяқтық бар ғой осы ОБТ шеңберінде. Кейбір алаяқтар айтады, мен саған келетін нақты сол нұсқаның дұрыс жауаптарын алып беремін. Енді шыны керек, мысалы сөзіңізді бөлгеніңіз үшін ренжімеңіз, 2010 жылдардың өзінде сол жемқорлықпен ұсталынған біраз азаматтар да болды ғой. 2008 жыл. Иә, демек ақша төлеп кәдімгі ОБТ-ның нәтижесін сатып алды деген. Осы жолы жемқорлықпен немесе оның әділеттілігімен қандай әрекеттер іске асырылады? Мен жаңағыны айтқандай, бала аудиторияға, сол орталыққа кіреді. Біріншіден кіргенде ол арнайы бір құрылға қарайды. Сол құрыл оның Face ID арқылы оны анықтайды, кім екендігін. Бұл базада сонда алдын ала бола ма, баланың беті? Иә, қазір бізде ішкі істер министрлігінде жеке тұлғалардың базасы бар. Орысша ГБДФЛ дейміз оны. Барлық мекемелер оны пайдаланады. Біз сол базамен интеграцияны жасадық. Енді балалардан біз тіркелген кезінде селфи сұрамаймыз. Ол өте үлкен мәселе. Өткен жылда біз Face ID енгізгенде балалардан селфи сұрадық. Өкінішке орай біз білеміз, қазір барлық Қазақстанда интернет жақсы деп айта алмаймыз. Сол шалғайда орналасқан ауылдардың балаларға қиын болды. Олар үлкен ағашқа, төбелерге шығып, селфи жасап, солай тіркелген болады. Сондықтан осы қиыншылықты туғызбау үшін біз интеграцияны жасадық. Енді балалардан бірде ешқандай селфи сұрамаймыз. Оның жеке куәлігі болса, сол фотосы базада бар. Сондықтан ол бала келгенде сол құрылға қарайды. Сол кезде біз сол базаға сұранып жасаймыз. Бірақ ол бәрі 1 секундтың ішінде болады. База бізге айтады, иә, мынау мысалы Дидар деген жігіт, Смағұлов Дидар, бүгін тестілеу күніне тіркелген. ЖСН арқылы біз оны көреміз. Және оған дәл сол кезде қай орында отырасың екендігін біледі. Мысалы 5-ші орын мейлі шығады, кіреді аудиторияға, 5-ші орынға отырады, қайтадан камера қарайды. Әр баланың басында бір камера болады. Бір тестіленуші, бір камера. Сол камерадан қайтадан сәйкестендіруден өтеді. Face ID арқылы ол екінші жүйе. Екі тәуелсіз жүйе болады бізде, біреу кіреберісте, біреу компьютерда отырғанда. Және сол кезде қайтадан біз ГБДФЛ-дан ақпарат аламыз, және содан кейін ғана оны тестке кіргіземіз. Сол тестте ЖСН енгізгенде тестті бастау батырмасын басқанда, тек қана сол кезде оның қай нұсқа келетіндігін анық болады. Сонда ғана анық болады? Сонда ғана болады. Мен, мысалы, маған біреу айтса, бауырыма көмектесші, анау мынау деген жағдайлар болады, мен айтамын, мүмкін емес, өйткені ешкім білмейді. Және ең жақсысы, оған келген вариант ол ешкімге келмейді. Мысалы, сұрақтар қайталанбайды деген сөз ба ол? Жоқ, сұрақтар қайталану мүмкін, бірақ оның да ықтималдығы төмен. Бірақ дәл осындай нұсқа ешкімге келмейді. Мысалы, қағаз түрінде ОБТ болғанда бізде шамал бір жарым мың вариант болды. 120 мың бала 1,5 мың вариант арқылы ОБТ тапсырған. Ал қазір 120 мың бала келсе, 120 мың нұсқалар болады. Және ол өте үлкен жақсы, өте үлкен жетістік. Осындай сөз болмайды, менің дұрыс жауаптарын алшы, салыстыршы, саған келеді. Сұрақ бірдей болса, жауаптары басқаша болады. Яғни оның кодтары мынау балаға сәйкес келмейді. Сондықтан әділ өтеді, және баланы, мен жаңағыны айттым ғой, камера, қазір ахуалдық орталықта көресіздер, камераның біздің қызметкерлеріміз қарайды. Одан бөлек арнайы бір бағдарлама бар, компьютер vision технологияның негізінде жасалған, және бала
қалтасынан бірдеме бір тыйым салған затты шығарса, автоматты түрде жүйе оны анықтайды. Сол смартфон ма, шпаргалка ма, тағы да басқа құрал ма. Сол бағдарлама біздің қызметкерге арнайы бір месседж жібереді. Міне 5-ші орында Дидар деген жігітте қолында смартфон бар, смартфонның ықтималдығы 80% тексер деп. Егер менің қызметкерім жоқ смартфон емес жоқ десе, сол есеп маған автоматты түрде келеді. Мен оған айттым, бірақ оны шығармады деп. Мен басшы ретінде қадағалаймын. Және бұл функционал білім және ғылым министрлігінде болады. Жауапты тұлғаларда болады, олар өздері бізді тексере алады. Өйткені мүмкін менің бауырларым, туысқандарым тапсырады, мен айтамын, қойшы көзді жапшы, ештеңе етпейді. Қасына жақындама қой, көрмегендей отыр. Ал компьютер оны анықтайды, 100% анықтайды. Бірақ компьютерде қателер болуы мүмкін, сондықтан нақты шешімді адам қабылдайды. Жауапты тұлға қабылдайды, я смартфон, нәтижесі жойылсы деген шешім қабылдайды. Жақсы, осы орайда тағы да тоқталамыз. Енді ең қызығы, бала осы ұбт-ға келді, және басында айтыңыз, Face ID арқылы оны базадан тексеріледі. Егер шарт түрде ол базада болмаса, не істейді ол? Егер базада болмаса, белгілі бір сонда компьютердің ақау шықты. Жеке куәлігі жоқ, тіркелген кезінде, мысалы, ол сол ЖСН-ді енгізеді. Сіздің сайтыңызда? Сайтымызда тіркелгенде. Сол кезде оның аты жөні шығады базадан. Аты жөні шықса, ол фотосы бар деген ақпараттың белгісі. Ал егер ол жеке куәлігі болмаса, 15 жастағы бала болса, немесе басқа себептермен жеке куәлігі жоқ, ол бізге өзі келеді, қай құжат бар, сол құжат арқылы біз оны тіркейміз өзіміз. Бірақ онлайн емес, келуге керек болады. Жақсы. Енді ұбт тапсыру бойынша 2 блоктан сұрақтар құрылады. Сонда біріншісінде математикалық және оқу сауаттылығы, дұрыс па? Және Қазақстан тарихы бар. Әрбір пән бойынша 20 тапсырма беріліп, бір жауабы ғана дұрыс екен. Ал сонда қазақ тілі мен математика орнына математикалық және оқу сауаттылық пәндермен алмастырудың себебі неде? Демек, басында бұрын ұбт болған кезде математика мен қазақ тілі болатын. Қазір соның орнына сауаттылық алмастырылды. Оның себебі неде? Жалпы біздің мақсатымыз баланың білімін анықтау. Баланың еске салу қабілетін емес, еске сақтау қабілетін емес, ал біз оны функционалдық сауаттылық дейміз. Мүмкін білесіз шығарсыз, PISA деген тестілеулер бар, зерттеулер бар, халықаралық. Сол зерттеулер функционалдық сауаттылығы анықтайды. Сондықтан біз бағдарламамызды сәл өзгерттік, сол жаққа бұрдық, және қазіргі біздің тапсырмаларымыз функционалдық сауаттылықты анықтау үшін осы оқу сауаттылығы және математика сауаттылығына өзгерген. Жалпы айтқанда, бейіндік пәндерде 35 сұрақтан болады, оқу сауаттылығында 20 сұрақ, және Қазақстан тарихы мен математика сауаттылығынан 15 сұрақтан болады. Енді бейінді пәндер бойынша 5 жауап, кейбір сұрақтарда 5 жауап болады. Бірақ соның бір емес, бірнеше жауап, дұрыс жауабы болуы ықтимал ғой. Осындай сұрақтар да бар. Мысалы 8 жауап беріледі. Сол 8-дің 2 немесе 3 дұрыс жауаптары бар. Бірақ сол сұрақ үшін 2 балл беріледі, мысалы. 2 балл. А егер біреуіне ғана дұрыс жауап берсе? 1 балл. 1 балл. Бір қате болса, 1 балл алынады. Жақсы. Былтыр елімізде жаппай карантин орын алған әлі есімізде. Оқушылар 4-ші тоқсанда қашықтан білім алған еді. Кейін ұбт жақындағанда сіз ұбт-да 4-ші тоқсан білім бағдарламасын сұрақтар кездеспейді деп өзіңіз айтқан боласыз. Енді биыл болса, мектеп түлектердің көбісі 1-ші, 2-ші тоқсанда әлі де кейбіреулері қашықтан оқып жатыр. Демек, биылғы ұбт-да 11-ші сынып бағдарламасы бойынша сұрақтар бола ма? Болады. Мен түсіндірем неге. Өткен жылда сол балалар бірінші рет қашықтыққа оқуға шықты. Жүйе де дайын емес болған, балаларға да бір жаңашылдық болған. Ал осы жылда білім және ғылым министрінің тарапынан, білім басқармаларының тарапынан, мектептердің тарапынан қашықтан оқыту дегеніміз не деген түсінігі бар. Балалардың да өзінің түсінігі бар, қалай оқыту керек деп. Және оны ескере отырып, біз балаларға осы жылдан бастап ұбт-ға ақылы тегін дайындау курстарын бастадық, онлайн курстарын. Барлық тақырыптарды қамтитын осындай курстар бар. Және жалпы балаларға, мысалы, қазір балалар дайындау кезінде, мысалы, мектепке барғанда өткен жылда әртүрлі басқа шаруалар болған. Қазір оларда тек қана дайындаумен айналысады. Және қаңтардағы өткен ұбт-ның
нәтижесін салыстырғанда нәтижесі жоғары болды. 2020 жылдың қаңтар ұбт-мен орташа балл. Сондықтан меніңше осы жылғы балалар ұбт-ны жақсы тапсырады деп ойлаймын. Өйткені басқа әрекеттерге уақытын жұмсамайды, тек қана дайындалығымен. Бір оқитын балалар. Басқа барлық балалар туралы айта алмаймын, бірақ қазіргі таңда сол қашықтық оқу мүмкін жақсы жаққа да алып келеді. Жалпы енді сіздің өзіңіз жеке азаматтық көзқарасыңыз, қашықтан оқыту бағдарламасы бұл дұрыс па, бұрыс па, және жалпы оның артықшылығы бүгінгі таңда бар ма? Ол балаға соны қажетті білімін бере ала ма? Әрине салыстырғанда дәстүрлі оқуға ешіне жетпейді. Біз оны түсінеміз. Бірақ осы жағдайды ескере отырып, қашықтықта өз артықшылықтары бар. Мысалы, біз де жұмысымызда оны көрдік. Мысалы, өте ыңғайлы, кез келген жағдайда жұмысқа бару үшін уақыт керек емес. Енді ересек адамдардың өмірі кішкене өзгеше, бірақ балаларға әрине мен айттым, дәстүрлі бұл жақсырақ. Түрге ешіне жетпейді. Бірақ өкінішке орай жағдай осындай. Оған осы жағдайға жауап беру үшін біз тегін курстарды аштық осындай, онлайн. Енді жалпы коронавирус бойынша жағдай күннен күнге ауысып отырады. Шарт түрде енді тапсыратын уақытта осы сәуір, мамыр, маусым айларында жаппай карантин тағы да енгізілсе, сол кезде оқушылар не істейді? Жалпы осы ұбт-ны ұйымдастыру өте үлкен жауапкершілік. Біз оны түсінеміз. Балалардың денсаулығы деген бар, балалардың қауіпсіздігі біздің ең басты мақсатымыз. Қауіпсіздікті ұйымдастыру. Сондықтан, мысалы, өткен жылда да карантин болды, бірақ біз өте үлкен шараларды қабылдадық. Ата-аналар ұбт өткізу пунктке келмеді, барлығы онлайн қарады. Келгеннен кейін аудиторияға отырғызу кезіне дейін барлық арақашықтық сақталынған, және балалар маскамен жүрген. Сол аудиториямыз, мысалы, 50 адам отыратын аудиторияға 10-15 адам ғана отырды. Шектеулі, иә. Арақашықтығы міндетті түрде сақталған. Осы шаралардың арқасында бұл ретте жоғары оқу орындарының ректорлары, білім басқармаларының басшылары өз көмегін берген ұйымдастыру жағында. Сондықтан ұбт-дан кейін ешқандай жаппай таралу болмады індеттің. Құдайға шүкір, біз одан сақтанғанбыз, ештеңе болмады. Осы жылда да біз аудиторияларды тек қана арақашықтықпен қамту арқасында отырғызамыз, және әр бала бір перегородка болады. Әр баланың компьютерінің, тек қана компьютер емес, арнайы бір перегородка болады, ешқандай қатынас болатын деп. Демек, басқаға да қаралмайды. Басқама да қарамайды, және ешқандай індет таралу. Өзінде маска болады, және арақашықтығы 1,5 метрден кем емес. Сондықтан жоғары деңгейде, және мен жаңағаны айттым, осы құрылғы тек қана Face ID-ні емес, және ол дене қызуын, және маскасы бар ма жоқ па, оны анықтайды. Сол құрал арқылы бала кіреді, және біз жоғары деңгейде ешқандай инфекцияның таралуына жол бермей форматында өткізуге дайынбыз. Осы ата-аналардың біздің жауапкершілігіміз, сондықтан оны жеткіземіз, уайымдамаңыздар. Біз барлық шараларды денсаулық сақтау министрлігімен келісім негізінде өткізіп жатырмыз. Шарт түрде ұбт тапсыратын күні, не соның қарсаңында, Құдай аулақ қылсын, бірақ оқушы сол коронавируспен не басқа бір созылмалы аурулармен ауырып қалды дейік. Бұл өзінің келесі мүмкіндігін тапсыру бойынша қашан тапсырылады? Биыл ма, немесе келесі жылы ма? Жалпы белгілі бір уақыт мерзімі бар ма? Бұл да жақсы сұрақ. Біз түсінеміз, әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Егер осындай жағдай болса, ұбт тапсыру күнде коронавирустың, мысалы, тест шығады ПЦР, ауру бар деген, біз оған бөлек арнайы күнін ұйымдастырамыз. Мысалы, конкурс бізде шілдеде болса, біз оған конкурсқа дейін тек қана бір кісіге үшін аудиторияны ұйымдастырамыз. Аурудан шығады ғой, 1-2 аптадан кейін біз оған бөлек мерзімден тыс компьютер дайын, компьютер тұр, сол бала келеді, бірақ бізге барлық құжаттарды жібереді. Мына ПЦР-ім бар, дәлелдейтін құжаттар, біз оған мүмкіндік береміз. Бірде бала шамамыз келгенше ұбт-дан қалмайды. Өткен жылда да коронавируспен ауырған балалар болды. Біз оларға бөлек тамызда ұйымдастырған болатынбыз, бірақ олар конкурсқа қатысып грантқа түскен.
Демек оған соған үлгерді. Үлгерді, иә, үлгерді. Бірақ Үлгерді болғанда біз өзіміз соны күттік. Мысалы, бір нақты 19 тамызды анықтадық, бірақ конкурс нәтижесі 1 тамызда емес, шамалы шегерілді. қыркүйекте шықты, иә. Және оқу жылы 15 қыркүйектен басталды. Жақсы, керемет. Енді жалпылама ұбт тапсыру мүмкіндіктері жөнінде. ұбт-ны енді түсінікті қазақ тілді сыныптар қазақ тілінде, орыс тілді сыныптар орыс тілінде тапсырады. Бірақ дегенмен оқушы кез-келген сәтте немесе алдын ала шарт түрде енді ол орыс мектебінде оқыды, бірақ ұбт-ны қазақша тапсырғысы келеді. Оның мүмкіндігі бар ма? Мүмкіндігі бар, бала өзі шешеді. Ол үшін не істеу керек? Арыз жазу керек па? Өтініш берген кезде ол өзі таңдайды тілді. Қазақша ма, орысша ма, өзі шешеді. Бұл ұбт-ның ерекшеліктері, бала барлығын өзі шешеді. Қай пәнді тапсырады? 2 рет тапсырса, 2 пәні бөлек болуы мүмкін. Ол баланың құқығы. Бала гуманитарлық бағытта оқыса, бірақ техникалық пән тапсырамын десе, ол оның құқығы. Ешкім оған айта алмайды. Жоқ, сен тапсырасың, мынаны тапсыр, мынаны тапсыр. Өйткені тіркеу өзі болады. Онлайн үйден қалай ыңғайлы, солай тапсырады. Өзінің қалауы бойынша. Өз қалауы бойынша. Бейінді пәндер бойынша, мысалға 3 мүмкіндігі бар, 3 мүмкіндігіне әртүрлі пәндер әртүрлі пәндер таңдауға болады, бірақ менің кеңесім ол дұрыс емес, өйткені бала 3 рет бір бейіндік пәндермен тапсырса, нәтижесі одан жоғары болады. Жақсы. Бұрын ұбт-ны мектеп болып, шалғай аудандарда жергілікті әкімшілік автобусты ұйымдастырып, 1 рет болып апаратын. Енді сіздердің сөзінше, оқушылар 3 айда бір мерзім таңдайды, 2 күн таңдайды, нәтижесі солай барады. Бұл түсінікті, енді бұл баланың болашағы және ата-аналар сол үшін барынша мүмкіндік жасау керек. Дегенмен, кейбір шалғай аудандар бар. Демек, сіздің орталықтарыңыздың арасы бір 400-500 шақырым болуы ықтимал. Сондай жанұялар да бар деп ойлайық. 5 саусақ бірдей емес, әрбір жанұяның жағдайы да әртүрлі. Шарт түрде соған жету үшін жергілікті әкімшілік бұрынғыда қолдау көрсете ме, жоқ па? Ол біріншіден, екіншіден енді жағдай болмаса, шынымен бір әлеуметтік жағдайы төмен немесе көп балалы отбасынан шыққан бала болса, оған сол орталыққа жету қалай іске асырылады? Жалпы айтқанда, өмірде қалаға 1 рет бару, оқуға түсу үшін ол қиын жағдай емес. Біріншіден. Екіншіден, әртүрлі жағдайлар болады, бірақ жеткізу мәселесі жергілікті атқарушы орган өзі шешеді. Мысалы, осындай жағдай болса, ата-ана әкімшілікке барып, білім бөліміне барып, арыз жазса, осындай қиыншылықтар бар, көмек беріңізші, арыз жасаса, менің ойым бойынша оларға жоқ, ешкім айтпайды. Бірақ жалпы ешқандай алып келу болмайды. Өткен жылдағыдай. 2019-да, 20-да болған жағдайлар қайталанбайды. Өйткені біз тіркеуді аштық, бала өзі шешеді. Қашан барады, қашан бармайды. Және де жалпы жағдайды білеміз ғой, ауылдан 200 шақырымға шығатын мүмкіндігі бар, жалпы айтқанда. Енді бұл толығымен ата-аналардың мойнында. Толығымен ата-ананың мойнында, өйткені ертең ол жоғары оқу орынға түссе, бәрібір қалаға шығады ғой. Сол кезде де ешкім айтпайды ғой, мен қалаға барам деп. Бірақ болғанда олар шығады. Бірақ қиыншылықтар өте қиын жағдай болса, жергілікті атқарушы органдарға арыз жасауға болады. Менің ойым бойынша адам баласы болғандықтан қарайды, қарастырады, мүмкін де бір мектепке бір түсінушілік болу керек. Түсінік болуы мүмкін, Жақсы. Енді өңірлер демекші ауылдық квота. Ауылдық квота бойынша да біраз сұрақтар бар. Ауылдық квотаға кім іліге алады? Және оның қандай бір артықшылықтары бар? Демек, ауылдық квота арқылы бал қосыла ма, немесе... Жоқ, бал қосылмайды, бірақ ауыл квота ол ауылда оқыған балаларға өте үлкен мүмкіндік. Өйткені бір мамандықты алайық. Инженер мамандығына, мысалы, 100 грант бөлінді. Сол 100 гранттың 30%, яғни 30 грант тек қана ауылдың балаларының арасында ойнатылады. Ал 70 грант барлық Қазақстан бойынша оқыған балалардың арасында ойнатылады. Және мен ауылдан шығып 85 алсам, мен грантқа түсе аламын. Ал қаланың балалары 100 балмен түсе алмайды. Өйткені ол квотаға келмеді. Жалпы 70 грант ойнатылады, ең жоғары бал алған балалар. Оның ішінде де ауылдың балалары болуы мүмкін. Және грант біткенде 30 грант бар тағы да. Біз қараймыз, бал арқылы ауылдан шыққан балама, ауылдың баласы болса, біз оған грант береміз. Қасында одан да жоғары бал алған қаланың баласы болуы мүмкін, бірақ оған грант жоқ. Өйткені 70 грант бітті, қалған 30 гранты тек қана
ауылдық квотамен беріледі. Енді ауылдық квота бойынша біраз қулықтар жасап жатқанды көріп отырмыз. Демек, белгі бір оқушы 4-ші тоқсанның соңына қарай ауылға көшетті, сол ауылдық квотаны иелену үшін сол үшін барады. Демек, сондай оқушы ертең ауылдық квотаға иелене ме жоқ па? Демек, аттестат ауылдық мектептің болса, бұл оның құқығы. Бірақ ол қулық жасады ма жоқ па, уже сіздің шаруаңыз емес. Әйтеуір ауылдың түлегі 1.90 оқыса да, бірақ ол содан шыққан. Бірақ содан кейін оның жауапкершілігі бар. Ауылда жұмыс істеу деген талап бар. Сондықтан осы әрекеттерге бару меніңше дұрыс емес. Дидар мырза, қазір біз қайда келдік? Бұл біздің ахуалдық орталығымыз. Барлық тестілеу орталығынан бейне жазбалар осы жерге келеді. Еске салып кетсеңіз, қанша қазіргі таңда осы күнге дейін бізде 18 орталық болды. Ел бойынша? Ел бойынша. Ал УБТ-ны ала жазса 56 орталықтан біз бастаймыз. Барлық 56 орталықтан осы жерге келеді. Әрбір тестіленушіге бір камера болады. Сол камера арқылы біз осы кездегі жағдайды көре аламыз. Осы өзіміз көріп отырамыз. Және бұл видеоны талдау жасайтын әрдайым компьютерлік бағдарлама болады. Компьютер вижн технология арқылы, сол жүйе бізге көмектеседі. Мысалы, мен өзім отырғанда, мынау 50 камераны көруге сәл қиын, бірақ көзім үйренгенше сосын жақсы көруге болады. Бірақ осы мәселені жоғары деңгейге көтеру үшін фактілерді анықтау мақсатында осындай жүйе бар. Бұл жүйе бізге көмектеседі. Мысалы, Дидар осы 5-ші компьютерге қара, немесе 104-ші компьютерге қара, қолында бірдеме бар, тексер деп. Сосын мен оны ашамын, осылай көремін. Барлығы көрініп тұр. Сапасы өте жақсы, өзіңіз көріп отырсыз. Егер қолында бір тыйым салынған зат болса, біз оны міндетті түрде анықтай аламыз. Осы орайда бірінші сұрақ. Егер шарт түрде сіздердің ойынша анықталды дейік, келесі қандай әрекеттердің алгоритмі болады? Демек, белгілі бір протокол бар ма, ереже? Әрине бір ереже бар. Біз бұл ақпаратты біздің сол аудиторияда отыратын кезекшіге жібереміз. Бұл бағдарлама арқылы оған хабарлама келеді. 104-ші орында акт жасалады деп. Сол кезде, мысалы, сергекпен бізге келеді ғой? Хаттама. Дәл сол сергекте хаттама келеді. Баланың қолында не бар? Қай ереженің қай пунктісін бұзды көрсетіледі. Және жауапкершілік ретінде тест нәтижесі жойылады деген хабарлама келеді. Кім сол хабарламаны жасаған, қолын қояды, және сол қолына беріледі осындай. Демек, шарт түрде былай елестейік. Осында отырған белгі бір тұлға бар. Және сонымен қатар сіздердің ақылды жүйелеріңіз бар. Шарт түрде бір бала қалтасынан бір нәрсе алып шыққысы келеді, немесе қорқады, тағы сол бір әрекет жасап жатыр шарт түрде. Бірақ сіздердің ойынша бұл не ұялы телефон, немесе басқа бір тыйым салынған зат. Бірақ сонда бір шешім қабылдайсыз, бұл шынымен телефон, хабарлама түседі, бағана айтқандай анда отырған адам хаттама толтырады. Демек, ол баланы орнынан алып тұра ма, немесе қандай әрекет іске асырады? Орнынан алып ұстайды, қалтасын тексереді. Егер видеода нақты көрінбесе, ол балаға келеді, түсіндіреді, бала тұрады, ол металл іздегішпен тексереді оны. Сосын сол смартфон болса, ол қолына беріледі, және акт толтырылады, болды. Нәтижесі жойылады. Осы орайда қателік болудың қанша ықтималдығы бар? Қателік жоқ, өйткені барлық бұл толық 100% әрекеттері видеода жазылады. Және біздің қызметкерлеріміз тәжірибесі бар, барлығын түсінеді. Егер қате болса, кешірім сұрап, бала сол тестті жалғастырады. Бірақ қате болды деп, мысалы, бір 3 жылдың ішінде бір рет қана болған осындай жағдай. Бір рет. Ал барлығы тек қана осы. Өйткені біз өзіміз түсінеміз, барлығы жазылады. Біздің да жауапкершілігіміз бар ғой. Баланың психологиялық күйзелісі бар, оған келді, бір айыпталып жатыр. 100% сенімді болсан, тек қана сол жерде басасың. Ал егер күмәні болса, күте тұр. Бәрібір шығарады. Біздің осындай бір қағида бар, бәрібір шығарады, сосын ол нақты көрінеді сол видеодан. Жақсы, енді жалпылама сол ақылды жүйе демекші, бұл жүйемен айналысатын қазір компания анықталды ма? Бұл белгілеме, бұл қазақстандық немесе шетелдік пе? Бұл толық қазақстандық бағдарлама. Назарбаев университетінен шыққан түлектер, мұғалімдер, біздің қазақтың жігіттері
біз олармен өткен жылда жұмыс істегенбіз, қарадық жүйені, жүйе өзінде жақсы жақтан көрсетілді, және осы жылдан бастап біз олармен келісімшарт жасаймыз, жұмыс жасаймыз. Қазір бізде тест жұмыстары өтіп жатыр. Біздің тарапымыздан да әртүрлі осылай жаса деген ұсыныстарымыз бар. Оны қазір наурыз айында алла жазса біз барлығын көрсетеді. Бірақ жүйе жұмыс істейді, өзім көрдім. Жүйені алдаймын деп шештім, бірақ анықтады мен. Бола алмады. Керемет. Енді бұл ахуалды орталықта шамамен қанша адам жұмыс істейді? 56 адам отырады. Әр пунктке бір адам. Иә, бірақ олар кезекпен отырады. Мысалы, таңертеңнен түске дейін бір адам, түстен кейін кешке қарай тағы да екінші адам. Сол демек орталық мысалы 7 күн істей ме, оларда сол 7 күн тоқтамай істейді. Және егер біз көрмедік, жүйе көре алмады жағдай болса, біз барлық видеоны түнде қайтадан сол жүйе арқылы өткіземіз. Жүйе арқылы өткіземіз, қандай қателер болды, мүмкін тағы да факт анықталады. Сол талдаудың нәтижесінде баланың нәтижесін жоюға болады. Егер жақсы шықтым деп ешкім көрмеді деген ой болса, біз барлығын бәрібір көреміз, өйткені бізде 100 күн бар, сол 100 түн бар. Түнде компьютер қосылады, Құдайға шүкір жарық бар, қосамыз, жүйе өзі таңдайды. Қайтадан таңертең біз келеміз, нәтижесінде осындай фактілер болды, біз салыстырамыз. 5 бала шығарылды, 5 факт анықталды. Бәрі дұрыс. Енді жалпылама Астана, Алматы, енді ірі қалалар дейік, ол түсінікті. Бірақ өңірлердегі техникалық жабдықталуы жағынан қандай бір... Әрине өте орынды сұрақ. Техникалық жабдық бар, сосын интернет жылдамдығы бар. Бірақ біз оны барлығын ескердік. Орталықтармен бізде қарым-қатынас физикалық VPN арқылы ұйымдастырылатын болады. Басқа сөзбен айтқанда, осы орталықтан сол шалғайда орналасқан тестілеу пунктіне дейін сым, кәдімгідей сым, жер астында өтеді, сол сым арқылы байланыста боламыз. Өткізіліп қойған ба? Өткізілуде қазір. Өткізілуде, иә. Оның қашан аяқтауға жоспарланған? 10 наурызға дейін, жоқ, бұл жүйені біз ақылы ұбт кезінде пайдаланамыз, яғни сәуірде. Наурыз айында біз оны қазіргі таңда ол виртуалды VPN дейміз оны. Ал ақысыз ұбт-ға, грантқа түсу үшін ұбт-да физикалық VPN болады. Яғни сол сым. Қазіргі таңда біздің серіктесіміз жер қазып, сол орталыққа дейін сымдарды өндіртіп жатыр. Егер шарт түрде бір келеңсіз жағдайлар орын алып үлгермесе, онда сол виртуалды VPN арқылы өткізесіз? Жоқ, үлгереді. Өйткені олар наурызда барлығын бітіреді, ал біздің жоспарымыз бойынша негізгі ұбт 10 сәуірден басталады деп жоспарлап жатырмыз. 10 сәуірден бастап негізгі енді басталады. 30 маусымға дейін. 30 маусымға дейін. Ал ақылы ұбт жоспарымыз бойынша 10 наурыздан 10 сәуірге дейін. Тіркеу 1 наурыздан немесе 2 наурыздан бастаймыз. Тіркеу сіздердің сайт арқылы онлайн болады. Шарт түрде ертең тағы да сол бір мезетте қаншама адам тіркеуге батырманы басқан кезде сайтыңыз оған дайын? Оған дайын, өйткені бізде 4 рет осындай жаппай үлкен тіркелу болған. Жүйеміз өте жеңіл, олар ешқандай құжаттарды енгізбейді, 3-4 мегабайты бар фотографияны жүктемейді, сондықтан жүйе оны ұстайды. Бізде ең көп ұстағаны 30 мың бала бірден отырды, тіркеді, бірақ шамамыз келеді. Жақсы. Енді шарт түрде тағы да сондай бір жағдайды елестейік. Кенттен свет өшірілді. Немесе бір пәлекет алады, интернет желісінде өшіп тастайды. Ол үшін қандай алдын алу шаралар ұйымдастырылып жатыр? Бірінші мәселе бойынша әр пунктте бізде генератор тұр. Сол 3-5 минуттың ішінде қайтадан қосылады. Генераторда жақсы жұмыс істейді, тесттен өттік оны, одан қорықпаймыз. Егер, мысалы, біздің сымнан бір трактор өтіп, интернетті өшірсе, әр пунктте спутникпен бізде байланыс тұр. Әр 56 пунктке 4-ші жағдайға арналған спутникалық интернет. Үкіметте жоқ спутникпен байланыс сіздерде бар ма сонда? Жоқ, біздің емес, жалға алдық, бірақ ол бар. Сол біз қай жерде өтетіндігін анықтағанда біз оны ескердік. Спутнигі бар ма, жете ма, бірақ Құдайға шүкір бар бізде осындай компаниялар. Эфирде айтуға болмайтын шығар, бірақ келісім шарт бар, олар бізге мысалы
өткен жылда ұбт болғанда 169 пункт. Сол 169 пункт интернет спутник арқылы байланыста болған. Интернетпен қамтамасыз етілді. Иә. Керемет. Енді осы камералар жөнінде тағы да қысқаша тоқталсақ, осында түсірілген видео қанша уақыт сақтаулы болады? Жалпы сақтала ма? Иә, әрине ол сақталады. Өйткені ертең әртүрлі сұрақтар болуы мүмкін. Кейбір ата-аналар балам смартфон пайдаланбады, бізге арыз жіберсе, біз оларға нақты видеодан үзіндігін жібереміз. Міне. Жалпы видео жарты жылға дейін сақталады. Бірақ енді логикалық тұрда ойласақ, 56 пункт. Иә, өте үлкен жат. Сондықтан қазір біз ережеде 2 ай сақталады деген ұсыныс жібергенбіз, бірақ ол ереже әлі қабылданған жоқ. Қазіргі қолданыстағы ережеге сәйкес жарты жыл. Бірақ ұбт-да мүмкін 2 ай көлемінде сақталады. Өйткені 6000 камера, 6000 бейне жазба, күнде 8 сағат, 2 лек, өте көп. Бірақ қазіргі таңда техникалық қамтылу соған жете ме? Соған жетеді, иә. Сақтауға? Жарты жылға сақтауға жетеді. Керемет. Енді жалпыма осы ұбт-ның осы жаңа жүйесіне фишингтік және немесе хакерлік шабуылдарынан қаншалықты қорғалған? Иә, мен жаңағыны айттым. Біздің жүйеміз қарапайым интернет арқылы емес, біздің нақты бізге арналған сым арқылы байланыста болады. Екі жақтан, біздің жақтан фаервол болады, барлық сол шабуылдардан өту үшін. Және қазір біз мемлекеттік техникалық қызмет, ұлттық қауіпсіздік комитетінің өтіп жатырмыз. Сол ұйымнан олар біздің жүйемізді тексереді, және олар тексергеннен кейін ешқандай шабуылды жасамауға мүмкіндігі жоқ деп нәтижесін береді бізге. Біз сол тексерістен өтеміз. Және өзіміздің информациялық қауіпсіздік шаралары бар. Барлығы жабық, VPN арқылы, және интернеттен кіруге болмайды. Және біздің, мысалы, 6000 компьютер болса, 6000 компьютердің өзінің сандары бар, MAC адрес дейміз. Сол MAC адрес арқылы жүйеде жазылады. Тек қана сол 6000 осы камерамен бірге тұрған 6000 компьютерден ғана жүйеге кіруге болады. Басқа жерден мен өзімен бірге басқа компьютер алып келіп, ноутбук әкеліп, сол жүйеге кіремін десе, ол мүмкін емес. Өйткені барлық 6000 компьютердің MAC адресі бізде бар. Сол MAC адрестен ғана қосылуға болады біздің жүйемізге. Демек, шарт түрде қандай бір мықты хакер болса да, ешқандай кіруге мүмкіншілігі жоқ. Жалпы солай айтуға 100% айтуға болмайды. Мүмкін біз білмейтін шаралар бар. Бірақ мен жаңағыны айтқандай, барлық байланыс қажетті шаралар сым арқылы ұйымдастырылады, және тек қана осы компьютерден. Және қалай тапсыратындығы камера барлығын жазады. Сондықтан өте қиын болады деп айтуға болады. Біз барлығын білетін нәрселерді ескердік, бірақ бәйгеге дайынбыз деп айтуға болады. Керемет. Енді біраз жаңашылдықтар бар екен. Нәтижесінде биылғы жаңа форматтағы ұбт тарихқа енетіні сөзсіз. Сол нәтижесінде сіз осы орталықтың басшысы ретінде қаншалықты әділетті өтетініне сөз бере аласыз? Дәл осы сұрақты өткен жылда менен сұраған. Мен жасыратын ештеңе жоқ, 90%-ға деп айттым. Өйткені 1300 аудиторияны жақсы деңгейде ұйымдастыру ол мүмкін емес. Қазір бізде тек қана 56 орталық болады. 56 орталық шамамен бір 100 аудитория болады. 100 аудиторияны 100% әділ, ашық ұйымдастыруға дайынбыз, және ең әділ ұбт деп айтуға болады. 100% әділ ұбт айтуға болады. Өйткені мен жаңағыны айттым, өзіміз отырамыз, қараймыз, компьютерлік жүйе қарайды, содан кейін тестілеуден кейін талдау жасалынады сол барлық видеоға. Сондықтан балаларға кеңесім, өтінішім, басқа жолдарды іздемей, қазір жақсылап дайындалып, екі мүмкіндікті пайдалана отырып, жақсы деңгейде тест тапсыруға тілектеспін. Керемет, ендеше сәттілік. Рахмет. Қадірменді ағайын, осымен сұхбатымыз аяқталды. Орталықтың басшысы Дидар Нұркенұлы айтқандай, көптеген жаңашылдықтар бар. Бұлар іске асатынына сенім болайық.